Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ана тілі оқулығының 11-ші сабағын өтетін боламын. Менің арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Әже, мейірімі жібектей, күндей ыстық құшағы, ет жүрегі елжіреп, құлыным деп құшады. Жан жуытпай маңына, ас сақтайды кәрі әжем. 5 апрельсем алдында, биік дейді дәрежем. Авторы Сырбай Мәуленов. Әженің құшағы неліктен күнге теңеген? Яғни күндей ыстық болады. Өлеңдегі сөздерден жіңішке дауысты дыбыстарды тап. Мен астарын сызып қойдым қарамен. Соларды солай көшіріп жазамыз. Жіңішке дауысты дыбыстар ә, е, ө, жатады екен. Екінші жаттығу. Нүктелердің орнына тиісті әріптерді қойып көшіріп жаз. Күрек, бүркіт, көбелек. Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Күрек болып жазылады. Бүркіт дегенде інің орнына ө болып айтылады. Көбелек дегенде де көбелек болып жазылады. Үшінші жаттығу. Жаңылтпашты тыңда. Әсел ән салды, әжесі тамсанды. Әсет аң салды, атасы тамсанды. Қай сөздерде жіңішке дауысты дыбыстар бар? Яғни бұл жерде ә мен е. Әсел ән салды дегенде, әжесі тамсанды дегенде ә, е, і. Әсет дегенде ә мен е. Ал басқаларында жоқ. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.